екеуі қосылып кетеді ау ақыры. Неге олай дедіңіз ал, жарайды ал. Негізі одан артығы саған қайырлы болады деп есептемеймін жалпы. Өзіңнің күйеуің қайырлы болады ғой негізі. Елдос, рахмет. Ол менің ғана күйеуім болмағанда бір жақсы жерші. Бір жақсы жер болғанда енді балдар ортақ қой негізі, сол үлкен плюс қой негізі. Мен енді сен бірінші адам болып тұрсың бүгінгі ойнап отқанда. Алғашқы махаббатым деп қоятын тұрсың ғой сен сонда, ей деп әзілдейтініміз бар айдар. Кәдімгі жақсы көрдім ғой мен. Енді қарашы, мен саған бір мысал айтып көрейін да, Құдай сақтасын, енді бірақ тілеу емес қой. Ертең бір сосқа жігітпен тұрмысқа шықтың, соған үйлендің, күшті болды, қайтадан екі бала тудың да, ғашық болмай қалдың, ол суып қалды ол. Жанара, рахмет. Кімге? Ғашық болу керек емес маған енді. Маған ғашық керек емес қазір. Онда тез тұр күйеуіңе. Бір суыған көңіл, ол екінші рет не қылу өте қиын ғой. Ертең вообще болып тұр енді, ол не қылудың қажеті жоқ болып тұр, саған ғашықтық деген нәрсе керек болмай тұр саған. Вот именно маған андай қалай айтсам болады, маған адамның өзі ұнамау керек, оның маған отношениясы ұнау керек, понимаешь? А неге біз онда мен жәннатта тұрғым келеді мысалы ше? Сен сұрап тұрған нәрсең бәрі бола береді деп ойлайсың ба? Мен жәннатта тұрғым келеді. Понимаешь? Ал что там мен қалауымды Алла Тағала орындап беріп етін болса, онда біз пенде деген өмірдегі сынақтардан деген онда өтпей ақ қояйық та. Просто ше, қыз бала байғұс жігіттің өзін жақсы көрсе қиын да, андай отношениясын, саған деген отношениясына қарамай. Кім? Мына жерде бар ғой сен. Айгүл, мен білмеймін, ішкі кухняны ше негізі, бірақ енді сырттарынан сынасам кешір, бірақ сен мына жерде өзің қателік жасап отырсың ғой. Не қате жасадым? Жігітіңде мысалы сынақ болды да, сөйтіп сондай оймен кішкене қиналып сөйтіп жүрдік та, ауырып қалды дейік. Ертең сен мысалы да басқа бір күйеуге тидің, сүйіп ғашық болып или там білмеймін енді отношениясы күшті біреуге тұрмысқа шықтың. Сен ауырып қалдың дейікші мысалы құмар оймен мысалы да. Мысалы ғой бұл. Сайба болды нақсы. Сөйтіп Сол кезде көтінен бір теуіп шығарып тастаса не істейсің? Мен шығарып тастасам ма? Жоқ, мені. Сені, конечно. Шығарып тастайды да енді. Көреміз. Ана күресу, бір амалын табу, бір проблеманы шешу деген жоқ па? Проблема пайда болған кезде айналып қашып кете бересіңдер олай? Проблема пайда болды, проблема. Мен сонда сен сразу қашып кетті деп ойлап тұрсың, сонда мен қанша жыл бойы сразу болмаса да жалпы мен кетіп отырсың ғой сен. Сен тура Асылжанның несін айтып отырсың ғой, кішкене шыдау керек еді, күресу керек еді деп ше. Қара, Алла Тағала өзі сабырлы еткен адамға бар ғой мысалы. Соған береді ғой негізі күшті нәрсені. Сен қазір өз өмірің кайф деп ойлайсың ба? Енді сабырлы екенмін деп бәріне көне беруге де болмайтын шығар еді. Сен бүйтіп басып тастайды, одан соң мен жоқ, любой нәрсеге, мысалы, ладно, не только ол игроман жағынан болсын, басқа любой темада екеуміз келмейтініміз, не только ол емес, мінезімізде, түсінігімізде, принциптарымыз, өмірлік ұстанымдарымыз, в общем, жалпы. Хорошо, осы сөздеріңді запомни, ертең қайтып қосылып, мен өзгеріп деп қайтып ләмшіктің жанын өшіп жүрме бірақ. Вот көресің ғой, давай екеуміз сыпырласамыз деп қойық. Жарайды, сыпырласпай ақ қойық. Бірақ мен өзіме сенімдімін, то что нет, мен маған деген жігіттің отношениясына қараймын, мен өзіне ғашық болмаймын, жігіттің отношениясына ғашық болатын қызбын.